Қызым, мынаны маған берші. Мен саған кәмпит берем. Иә. Бар енді ойнай қой. Олар да осылай арбайды. Әуелі тәттінің дәмін татқызып, артынан баланы алдағандай барыңдалады. Мұны бәрі білет, бірақ бәрі бірдей сақтан алмайды. Армысыздар, былтыр мемлекет басшысы құзырлы органдарға қаржы пирамидаларымен күресті күшейту жөнінде арнайы тапсырма берген. Президенттің бұл пәрмені қалай орындалып жатыр, бұл ерекше бақылауда. Көптеген азаматымыз қаржы пирамидаларының құрбаны болуда. Тек бір ғана қылмыстық іс бойынша 17 мыңнан астам жәбірленуші бар. Мұндай қылмыстық істерді жүзеге асыру үшін алаяқтар бірыңғай транзакцияларды бірнеше рет өткізіп барып жоқ болады. Күмән тудыратын осындай белсенділікті уақытылы анықтаған жағдайда көптеген адамды шалыс басудан сақтап, алаяқтарды жазалауға болар еді. Қайта құрылған қаржылық мониторинг агенттігі де бұл істен қалыс қалмауы керек. 15 ақпан 2021 жыл. Осы күнге дейін қанша қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылып, қанша адамның қаражаты қайтарылды, немесе қанша қаражат қайтарылды? Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржы пирамидалары бойынша сотқа жіберген барлық істер бойынша былтырғы жылы бізде соттың шешімімен 2243 адам, биыл 232 адам зардап шеккендер деп танылды. Және соттың шешімімен шығынның жалпы көлемі былтыр 3,7 миллиард теңге болса, биыл 1,175 миллиард теңгені құрап отыр. Қайтарылған сомаларға келетін болсақ, былтырғы 3,7 миллиард теңге деп отырмыз ғой. Бірақ қаржылық пирамидалардың мүлкін тәркілеп, одан кейін оны бәссаудаға шығару арқылы 6,4 миллиард теңге қаражат өндіріп алған болатын, яғни 174% қайтарылды. Егер биылғы жылдың бірінші тоқсаны бойынша келетін болсақ, 1 миллиард 75 миллион теңге шығын болатын болса, 1 миллиард 55 миллион теңге өтелді. Бұл дегеніміз 98%. Алдағы уақытта да қалған істері бойынша қазір өзінің процестері жүргізілуде. Алдағы уақытта бұл қаражаттың барлығы қайтарылады деген сенемін. Халықты осы күнге дейін алдап келген ірі қаржы пирамидаларына тоқталып өтсеңіз, және олар құйтырғы әрекеттерін, осы бір халықты алдау әрекеттерін қалай жүзеге асырады? Былтырғы жылдан бастап 33 қаржы пирамидасының жолы кесілді. Оның ішінде атышулы B2B ювелир, котел, раушан касса, тағы да басқалар өте көп. Олардың әрекеттеріне келетін болсақ, негізінен біз осы азаматтардың қаржы пирамидаларына өз ақшаларын құю бойынша негізі 4 типті анықтап отырмыз. Бұл чаттар, яғни мессенджерлердегі чаттар, одан кейін екіншісі бұл желілік маркетинг, одан кейін инвестициялық бағыт және тұтыну кооперативтер. Оның барлығысын бүгінгі таңда біз көріп отырмыз. Егер де интернет желілерін мониторингтеп қарайтын болсақ, түрлі агрессивті жарнама, одан кейін түрлі қоңыраулар азаматтарға звондап жатады, түрлі тауарлар мен инвестицияға, яғни ақша салуды ұсынып жатады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша 2021 жылы 307 қылмыстық іс, ал 2022 жылдың 4 айында 70 қылмыстық іс өндірісте болған. Қаржы пирамидаларын ашқан азаматтары да жыл сайын әдіс тәсілдерін жаңартып отыра ма? Қалай өзі? Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінде қазір Нұр-Авто деген қылмыстық істер келіп жатыр. Қаржылық пирамидасы бабы бойынша. Бұл Нұр-Авто дегенде қазір 300-ге жуық адам арызданып отыр. Жалпы қылмыс 2019 жылы басталған. Ұйымдастырушылар жалпы 3 жылға жуық уақыт болған. 3 жылғы уақыт соны созып келген. Бұл жерде қалай? Сізден арзан бағадан айтады, сізге айтады. Сіз көлігіңізді, жаңа арзан бағаға мен сізге көлік тауып берем, немесе сіздің көлігіңізді өзіңізге қалаған бағаңызға сатып берем деген сияқты. Былай қарасаң пирамидаға ұқсамайды. Ұқсамайды. Бір өздерінің жаңағы фирмасын ашып қойған, мемлекеттікке тіркеліп қойған, өздерінің заңгерлерін отырғызып қойған, қабылдаушыларын отырғызып қойған. Сіздің көлігіңізді бастапқыда алады олар, өздерінің қаражаттарына сіздің көлігіңізді алады, сіз қалаған бағаға. Басқа адам айтады, сізге көлік іздеп жүр басқа кісі, арзан бағада. Соған арзан бағада сіздің көлігіңізді сатады. Солай адамдарды жинайды бірінші. Кейінгі кісілердің барлығын өздерінің көліктерін өткізеді. Өткізген көліктерді басқаларға сатып, тағы да мен саған көлік алып берем деген сынды арзан бағада адамдарды жинайды. Бұл жерде 300-ге жуық адам болғанымен шығын 4,5 миллиард. Яғни арыз жазбаған азаматтардың саны тіптен көп қой. Тіптен көп. Олар бізге нақтысын әлі бізде жаңағы белгісіз. Кейбіреулері оның ішінде қызметкерлер де бар.
полиция қызметкерлері де бар, оның ішінде прокуратура қызметкерлері де бар. Алданған азаматтардың ішінде жалпы. Бірақ олар өздерінің абыройлары үшін арыз жазудан бас тартады. Бұл қылмыстық істің шегінің өзінде бізде 8 қазір күдікті. Оның 5-еуі құрықталды, 3-еуісі халықаралық іздеуде жүр. Ал мынау жәбірленген тараптың қаражатын қайтарып беру жағы қалай болады екен? Қазір таңда осы алданған көлік дедік қой, жаңа сіздерге бірнеше мәрте көліктер дедік қой. Сол көліктердің жалпы 80-90% табылды, анықталып, өз иелеріне қазір таңда қолхат арқылы қайтарылды. Кейбір екі тараптың ортасында менің көлігімді сізге, сіздің көлігіңізді маған сатып, сондай жаңағы түсініспеушілік жағдайлар, олар сот тәртібімен шешіледі. Ондай көліктерді бізде арнайы айып тұрағымыз бар. Айып тұрақта соттың шешімі шыққанға дейін сол қалады сол жерде. Қандай да бір ұйымды қаржы пирамидасы деп тану үшін оның бір белгілері болу керек деп ойлаймын. Сол белгілерді атап өтіңізші. Бүгін мен 10% көлемдегі алғашқы жарнамды салып, ертең бір керемет бір коттедж немесе пәтердің иесі болам деген, бұл да бір ешбір екінші деңгейлі банк ұсына алмайтын бір шарттар негізінде жасалатын дүние. Одан кейін екінші деңгейлі банктердің барлығысында кредиттік мәліметтердің барлығысы бойынша жабылған, яғни кредит алу мүмкін болмайтын азаматтар үшін осындай ұйымдар кредит береміз, келіңіздер деп шақырып жатады. Әлібек мырза, енді айтыңызшы, бүгінде қаржы пирамидаларының белгілері байқалған қандай да бір ұйымдар тіркеуде тұрған шығар? Қанша ұйым тіркеуде тұр? Біз өз тарапымыздан, яғни қаржылық мониторинг агенттігі, барлық интернет желілерін, әлеуметтік желілердің барлығысын, сайттардың барлығысын зерттей отырып мониторинг жүргізгеннен кейін қаржы пирамидасының белгілері бар 1300 сілтеме кибербақылауға алынып, алдағы уақытта бұл сайттар бұғатталатын болады. Олардың көбісі Қазақстан территориясында емес, шетелде басқа жақта орналасқан, тек қана номерлерін ауыстыру арқылы қазақстандық азаматтарға звондап, алдап, арбаумен айналысып жатыр. Мысалға, жаңа жоғарыда айтып өткен B2B ювелир деген Атышулы Алматыда болған қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы Украина азаматы халықаралық іздеуде болған. Одан кейін біздің қызметкерлеріміз Интерпол желісі арқылы оны Батыс Еуропа елдерінің бірінен тауып, қазіргі уақытта Қазақстанға экстрадициялау бойынша барлық процестер жүріп жатыр, және бұл азамат Қазақстан заңнамасы бойынша жауапкершілікке тартылатын болады. Енді мынау халықты алдаған қаржы пирамидаларын құрды деген күдікпен ел арасында жүрген танымал адамдардың да аттары естіліп жатады. Бұған қатысты ойыңыз қандай? Биылдан бастап өздеріңізге барлығына белгілі, Ішкі істер министрлігі бас прокуратураға ұсыныс жолдады. Бұл ой менің өзімнің жеке осы қылмыстық істерді тергеп жатқанда менің жеке өзімде туындаған. Не себепті? Бұл азаматтардың барлығы адамдарды шақырады, жарнамалайды. Ең соңында сүттен ақ судан таза болып шыға келеді. Себебі неде? Мен де алдандым дейді. Халықтан кешірім сұраған видеоларды көреміз, артынша жауапкершілікке тартылмай жүрген байқаймыз. Мен де алдандым дейді. Мүмкін алданған шығар, мүмкін білмеген шығар. Алайда бізде осындай жауапкершілікті сезіну керек. Осындай қаржы пирамидаларының құрығына түспеу үшін халық нені білу керек? Халық бостан-бос жай ақпараттарға сенбеу керек. Интернет желісіндегі шақыруға, осындай компания бар, осындай құрылғы бар, біз байтамыз, тез байтамыз, ақша саласың, сол ақшаның еселеп аласың, немесе артынан табу, артынан адам тарту керек деген сынды ақпараттарға сенбеу керек. Азаматтарға инвестиция салмаңыздар деп жатқан жоқпыз. Салғысы келетін болса, қаржы нарығын реттеу агенттігінің сайтында арнайы реестр бар. Сол реестрге кіріп, одан кейін бұл компанияның нақты тіркеуі бар ма, лицензиясы бар ма, осыны анықтағаннан кейін барып, өз ақшасын инвестициялап салуға болады. Әлібек мырза, осы тапсырма бойынша қандай жұмыстар атқарылып бүгінгі күнге дейін? Таяуда ғана Сенаттың қаржы бойынша комитетінің отырысында осы мектептерде және жоғары оқу орындарда қаржылық сауаттылық және қаржылық қауіпсіздік деп аталатын осы бағыттарды үйрететін пәндерді енгізу ұсынылған болатын. Бұл депутаттар тарапынан өте үлкен қолдауға ие болған ұсыныс. Себебі инвестиция салу немесе құнды қағаздар нарығында акциялармен сатып алу немесе сату бұл өте жоғары әсіресе қаржылық сауаттылықты қажет ететін нәрсе болып табылады. Пирамиданың ұшар басындағыны ұстап тұратын астындағылар. Ал бұны кері төңкеріп қоятын болсақ, астындағыларды ұшар басындағы ұстап тұра ала ма? Қызым, келе ғой. Баланың ойыншығының өзі ой салады, сөз термеңіз, ой теріңіз.